әрқашан күмән тудыратын нәрседен бастаған жөн. Менің сөздігімде мүмкін емес деген сөз жоқ. Адам неғұрлым ақылды болса, соғұрлым ол өзін ақымақ деп таниды. Бірдеңе істей алмаймын демес бұрын жасап көріңіз. Ең үлкен жоғалтулардың бірі уақытты жоғалту. Табысқа жету үшін сіз істеп жатқан ісіңізге құмар болуыңыз керек. Өмір сүріп қателесіңіз. Бұл өмір. Дүниедегі ең асыл тіл араб тілі. Одан кейін түрік тілі. Түрік тілінің ішіндегі гауһары қазақ тілі. Кедейлік 3 ағайынды болады. Үлкені кежірлік, ортаншысы еріншектік, кенжесі ұйқы. Адам жер бетінде бай болу үшін емес, бақытты болу үшін өмір сүреді. Қателік жасау қорқынышты емес. Ең бастысы жаңа нәрседе қателесу. Мен мансабымда 9000-нан астам соққы жіберіп алдым. 300-ге жуық ойында жеңілдім. 26 рет қана маған соңғы ойында жеңіске жетуге сенді. Және оны да жіберіп алдым. Мен тағы да сәтсіздікке ұшырадым. Міне, сондықтан мен табысты болдым. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды. Тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Қан сасыған хан сарайы дейді қазақтар. Осыны халық өте ерте түсінген. Қазақтар жақсылықтың қадірін білетін халық. Ой кеселдері уайымсыздық, салғырттық, ойыншы, күлкішілдік, қайғыға салыну, құмарға берілу. Адамдармен айтысу, өз-өзіңе ие бола алмау, алдымен өзіңе зиян. Бұл өз-өзіңді ең пайдасыз қажыту. Дүниеде бәрінен бұрын осыдан тартыну керек. Атадан 6 тудым деп, асқынып жауап айтпаңыз. Атамның малы көпті деп, атты басқа тартпаңыз. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту. Ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Не жеңіл, басқаларға кеңес беру жеңіл. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кірсең үлгілі жақсы атпен, арттағыға сөзіңмен ісің қалса, өлсең де өлмегенге боласың тең. Халық ішінде сұмырай келген жақтан бір апат, не жұт, не ашаршылық болады деген наным бар. Тілі мәңгі жасаған халық өзі де өлмейді. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Қарап отырма, бір нәрсеге жарап отыр. Кәсіп болмай, нәсіп болмас. Әр адамның 3 мінезі бар. Бірінші, оған телінетін мінез. Екінші, оның өзіне телейтін мінезі. Үшінші, оның жүзіндегі нақты мінезі. Ештеңе істемейтін адам ешқашан қателеспейді. Біз осы әлемге үлес қосу үшін келдік. Неге біз мұндамыз? Білгеніміз тамшы, білмегеніміз мұхит. 7 рет құлап, 8 рет тұру. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылымға бірлән. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Күнделікті шығып отыратын видеоны қарап,
одан хабар алу үшін арнама жазылып қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Және де қолдау мақсатында видеома лайк басып, комментарияға өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман, сау болыңыз.